Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Маружан, және де бүгін біз кухняны тазалаудың 3-ші күнін жалғастырамыз. Байқасаңыздар, бүкіл мына мебельдердің бетін сүртіп шықтық. Мына жерлердің іштерінің барлығын реттедік, артықтарын апарып тастадық. Артық заттар біраз толып қапты, қолданбайтын заттар тұр. Босаттық ішінің барлығын. Енді бүгін мына жердегі мынау стекло бар ғой, оған отдельно бір күн керек та. Ішінде тола хрустальдар, очень опасный объект. Құдай сақтасын, сындырып қойсақ мына жақтағы бір нәрсені. Және де мына дуалдар бар. Екі холодильник жуылды. Люстра бар. Люстра, дуал и мына хрустальдар. Сонымен кухня бітеді. Еще менің любимый сүйікті де сүйкімді духовкам бар екен ғой менің. Жыл 12 ай қолданатын осы духовкам. Көп сөзді қояйық. Жұмысты бастайық. Ал достар, кухняға кірсеміз, бүгін кухня жинаудың ең соңғы күні, және де ең көп жұмыстар бүгін жасалынады. Алдымен мен дуалдардан бастадым, өйткені дуал қанша дегенмен терезе ашамыз, терезеден шаң кіреді. Осы жыл бізде стройка өте көп болды. Қанша дегенмен дуалға шаң қонады, ластанады. Оның барлығын төбесінен астына қарай осылай тряпкамызбен бірге әдемілеп жуып аламыз. Стремянкамен бойым жететін болса, осылай бұрыш-бұрыштардың барлығын қолменен осы тряпкамен жуып шығуға тырысамын, өйткені бұрышта да кішкене болсын шаң жиналады. Ол жерде паутина болуы мүмкін. Паутиналардың барлығын алып, тряпкамен жақсылап сүртіп шығамыз. Терезенің де рамкасын осылай стремянканың көмегімен бүкіл төрт бұрышында жуып шығамын. Ақыры жоғары жақта жүргеннен соң стремянканы барынша пайдалануға тырыстым. Енді бүкіл гарнитурдың шаңын сүртіп шығуды жөн көрдім. Тағы да бір рет алдын сүртілген, бірақ тағы да бір рет сүртіп шығуды жөн көрдім. Суымды қайта обновить еттім, өйткені бізде кухняда әлбетте кран бар. Қол ұстайтын жерлері, әсіресе ручкалардың барлығын жақсылап порошокпен сүртіп, осы гарнитурдың ең төбесінде сүрткенді мен өте жақсы көремін. Білмеймін, гарнитурдың төбесінде сүрткен ұнайды. Ол жақ бізде шаң емес, өйткені алдында тағы да бір рет сүртіп шыққан. Төбе жақта аяқтағаннан соң осы бір айналып келдім. Егер байқайтын болсаңыздар, комнатаның төбе жағын барлығын мен астыңғы төменгі жаққа түсемін де, ол жақта уже порошокпен кәдімгідей жуамын, өйткені жұмыстың барлығы төменгі жақта жасалынады ғой. Бірінші порошокпен, сосын дымқылдау тряпкамен, сосын құрғақ тряпкамен барлығын құрғатам. Қараңыздар, қандай әппақ болды. Кухнядағы тұрған детальдар да назардан тыс қалмайды. Ол міндетті түрде порошокпен, дымқылдау тряпкамен, сосын құрғақ тряпкамен сүртіліп құрғатылады. Мінекей осындай дуалдағы осы кафельдердің барлығын жақсылап порошокпен жуып, осы губка қаттылау жағын пайдаланып жақсылап жуып шығамыз бүкіл жерді. Дегенмен ас үй ол ең көп жұмыс жасалынатын бөлмелердің бірі. Бұл жерде біз күнделікті тамақ дайындаймыз, одан май шашырауы мүмкін кафельдерге. Солардың барлығын назардан тыс қалдырмай барынша тазалап, реттеп, жуып, әппақ қылуға тырысамыз. Ендігі кезекте бізде хрустальдардың барлығын төмен түсіріп, салқын суға тұз қосып, жақсылап жуып, төңкеріп қоямыз. Салқын тұз қосылған суда жуылған хрустальдар жылтырлайды екен. Онымен қоса бүкіл ыдыстарды да бірден жуа салғанды дұрыс көрдік. Бүкіл қазақ вилкаларды шығарып, оларды хлорлап, шайып, кептіруге қойып қойдық. Осылайша хрустальдарды қайта орнына қоймас бұрын ішіндегі айнасын, шишасын жақсылап жуып барып қойдық. Орындарында хрустальдардың барлығын. Ендігі кезекте бізде газовая плита. Газовая плитаны мен кометпен жуам, қыздар, және де жуған кезде міндетті түрде ручкаларына да назар аударамыз. Ручка дегеніміз, яғни газды өшіріп қосатын жерлеріне. Қол жетпеген жерлерді мен зубочисткамен тазалап жатырмын. Егер де сіздерде азелит дейтін против жира средства болатын болса, соларды сеуіп, май ерігеннен соң тряпкамен сүртіп алсаңыздар да болады. Осылайша біз төбедегі бүкіл ыдыстардың барлығын жуып, осылай кептіруге қойып қойдық. Ал енді мен сүйікті духовканың кезегі. Бұл духовканың ішінде мен көп деген заттар пісіремін. Пісірген кезде енді бір-екі каплясы болсын жерге осы плитаның ішіне тамады. Ол кейін плитаны қосқаннан кейін иіс шығады күйгенін. Сондықтан мен плитаны шыдаймадым, осы барлығын жақсылап жуып, феримен порошокты қолдандым. Губканың қатты жерін пайдаланамын. Осындай қатты майлы жерлерді кетіру үшін. Противожировое средство болатын болса, сол спрейлердің барлығын осы жағып, ішін барлығына сеуіп, кейін тряпкамен сүртіп алсаңыздар болады. Ең оңай варианттың бірі сол. Иісіне бұл уайымдамасаңыздар болады. Иісіне духовка конвекция немесе осы вытяжканы қосып қойсаңыздар, бір 15 минутта иісі жоқ болып кетеді ондай средстволар. Ал енді соңғы бізде қадам люстрамыз қалды. Люстрадағы бүкіл детальдардың барлығын шешіп аламыз. Плафон лампаларымыздың барлығын жақсылап жуып, люстрамыздың өзін жақсылап сүртіп, орындарына бәрін қойып қоямыз. Ал енді біздің тап-таза кухнямызға қош келдіңіздер. Біздің таза кухнямыз осылай көрінеді. Бүкіл жер әппақ
қақпақ. МДФ мебелімізде бір қолдың ізі жоқ. Хрустальдардың барлығы таза жуылған, вытяжкалардың барлығы жуылған. Холодильниктің іші сырты жуылып, артық заттары шығарылып, реттелінген. Подоконниктің төрт бұрышты рамкасына шейін сүртіліп реттелінді. Терезе жуылды. Нан тұратын, микроволновка тұратын жерлер шығарылып, асты барлығы сүртіліп, іші жақсылап жуылды. Төменгі жақта тұратын детальдардың барлығы жуылды, және де дуалдардың барлығы тазартылды. Ал достар, назарларыңызға өте көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Құдай қаласа осындай видеолар көп салуға тырысамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.